أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Науауидің Әл-Азкар атты кітап бойынша дұға зікірлерге арналған дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен аталмыш кітаптың 28-ші бабу ма яқулу иза арада наума уаттажа аля фираши, ұйқыға кетерден алдын, ұйықтаудан алдын төсекке жатқан кезде не айтамыз, не оқимыз, осы тақырыпты үйреніп жатырмыз. Осы тақырыптағы келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен дұға. Имам Науауи рахмахулла айтады: وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود عن أبي الأزهر ويقال أبو زهير الأنمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال. Бұл хадисті имам Абу Дауд өзінің Сунан кітабында жақсы иснадпен келтірген. Абул Азхардан дейді, және Абу Зухайр деп айтылады деді ол кісінің аты. Сол кісі Әл-Анмари радиаллаху анху айтқан: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ұйықтамақшы болған кезде қал: Бисмиллахи вадату джамби, Аллахума ғфирли замби ва ахси шайтани ва фукка рихани ва джални фин надийил а'ля деген сөзді айтатын еді дейді. Мағынасы: Бисмиллахи вадату джамби, Алла тағала сенің есіміңмен жанымды жерге қойдым, яғни жаныммен жаттым. Аллахума ғфирли замби, Алла тағала менің күнәларымды кешір. Ва ахси шайтани, немесе уақса шайтани деп те келген екен риуаятта. Мағынасы, яғни менің шайтанымды қу, шайтанымды кішірейт, шайтанымның аузын жап деген осындай мағыналарды береді. Ва фукка рихани, және мені тұтқыннан босат деді. Алла тағала Құран кәрімде Күллу нафсин бима кәсәбәт рахина, әрбір жан иесі өзінің ісінің тұтқыны деді. Яғни жалпы Құранда Алла тағала біраз жерде адамның тұтқын екендігін айтқан. Бұл жерде дұғада ва фукка рихани, яғни мені сол тұтқындықтан босат. Ва джаални фин надийил а'ля, және мені жоғарғы дәрежедегілерден ет, немесе періштелермен бірге ет деген мағына береді. Ан-надию би фатхин нуни ва касри дали ва ташдиди лия. Ан-нади деген сөзді түсіндіріп жатыр. Ол нонның үстінде фатха болады, дәлде касра болады, және яйда шадда болады дейді. Енді оның мағынасына қатысты وروينا عن الإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث. إمام أبو سليمان деген кісіден риуаят етіледі. Абу Сулейман Хамд ибн Мухаммад дейді. Яғни Хамд, оның әкесі Мухаммад, оның әкесі Ибрахим, оның әкесі Хаттаб Әл-Хаттаби, тегі Алла ол кісіні мейіріміне бөлесін. Осы сөзге қатысты, ан-нади деген сөзге қатысты айтады. Қал ан-надию әл-қаумул мужтамиуна фи мәжлис. Ан-нади деген бір мәжілісте бас қосқан адамдар, немесе жамағат. Ва мислуху нади ва жамағуху андия. Және сол сияқты нади деген сөз бар дейді. Көпше түрі андия. Қал юриду бин надийил а'ля ал-мала ал-а'ля мин ал-малаика. Бұл жердегі бағанағы ан-надиюл а'ля, яғни жоғарғы мәжілістегілер деген сөздің мағынасы
періштелер деген мағынада дейді. Яғни Алла тағала мені періштелермен бірге ет деген мағынадағы дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткен. Келесі пайғамбарымыз айтқан дұға: "Варауайна фи сунани Аби Дауда ва Тирмизи ан Науфалинил Ашжаи радиаллаху анху қал." Бұл хадисте имам Абу Дауд және Тирмизилер Науфал ал-Ашжаи деген кісіден риуаят етеді. Ол кісі айтады: "Қала ли Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам", маған Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иқра қул я айюхал кафирун, сумма нам аля хатиматиха, фа иннаха бараатун минаш ширк." Қул я айюхал кафирунды оқыда, оқып болғаннан кейін ұйықта, өйткені ол Аллаға серік қосудан адамды сақтайды, немесе бағанағы ұзақ етеді. Келесі дұға: "Ва фи муснади Аби Я'ла ал-Мусили ан Ибн Аббас радиаллаху анхума ан Наби саллаллаху алейхи вассалам қал: Ала адуллукум аля калиматин тунджикум минал ишраки биллахи азза ва джал." Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: сендерді Аллаға серік қосудан құтқаратын сөзді үйретейін бе? Тақраун қул я айюхал кафирун инда манамикум. Ұйықтаудан алдын қул я айюхал кафирунды оқисыңдар деген. Демек, ұйқыдан алдын қул я айюхал кафирунды оқу да абзал іс болып табылады, сауапты іс. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. قال الترمذي: حديث حسن. إمام ترمذي бұл хадиске хасан деген баға берген. Абу Дауд, Тирмизилер Ирбад ибн Сариядан риуаят еткен. Ол кісі айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйықтаудан алдын әл-мусаббихатты оқитын еді деді. Әл-мусаббихат деген бағанағы саббаха юсаббиху деп басталатын сүрелер. Хадид сүресі, Тағабун сүресі, Жума сүресі, Хашр сүресі, осы сүрелер. Яғни саббаха және юсаббиху деп басталатын сүрелер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сүрелерді ұйықтаудан алдын оқитын еді деді. Енді қанша сабақтан бері осы тақырыпты өтіп жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте көп дұғаларды айтқан. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, бұның бәрін айтып отыратын болсақ таң атып кетеді ғой деп. Енді бұл жерде бағанағы адам шамасына қарай мынандай бір ереже бар. Ма ла юдраку куллуху ла ютраку, немесе ма ла юдраку куллуху ла ютраку куллух деген сөз бар. Яғни бір нәрсені толық істей алмаймын деп толықтай тастауға болмайды. Фаттақуллах мастататум, қолыңыздан келгенше, мысал бағанағы фалақ, нас, ихлас, кейін бағанағы бисмика рабби ва вадату джамби деген сияқты, кейін кафирунды қосып жатсаңыз, бұлар енді көп уақыт алмайды. Ал енді мусаббихатты оқып шығу үшін енді оны жаттау керек. Енді қыстың кезінде кішкене ертерек жатсаңыз, ол кезде осы дұғалардың көбісін айтып шығуға мүмкіндік болады. Келесі хадис: "Варавайна ан Аишата радиаллаху анха қалат." Бұл хадисті имам Тирмизи Айша анамыздан жеткізген. Ол кісі айтады: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам ла янаму хатта яқра бани Исраил ва зумар." Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Бани Исраил және Зумар сүрелерін оқымай ұйықтамайтын еді деді. Имам Тирмизи хадисун хасан деген. Қала Тирмизи хадисун хасан. Имам Тирмизи бұл хадиске хасан деген баға берген. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан дұға: "Варауайна бил иснади сахихи фи сунани Аби Дауда ан ибни Умара радиаллаху анхума." Сахих иснадпен Абу Даудта келген Ибн Умардан, Алла ол кісіге разы болсын, әкесіне разы болсын. Анна набия саллаллаху алейхи вассалам кана яқулу иза ахаза маджа'ах. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз ұйықтардан алдын мына сөздерді айтатын еді: Алхамдулиллахи лази кафани ва авани ва ат'амани ва сақани والذي من علي.
мағынасы маған жеткілікті болған, мені әуәни деген, яғни қамқорлығын алған, немесе мысалы біреудің үйі болмайды, сондай бір баратын жері болмайды, бас сауғалайтын жері, сол кезде өзіне қабылдау, сол мағынаны береді. Үй береді, баспана береді, жататын жер береді, тамақ береді, киім береді, сол мағыналарды береді. Яғни маған жеткілікті болған және мені қамқорлығына алған, ат'амани ва сақани, және мені тамақтандырып сусындандырған, валлази манна алейя фа афдал, маған жақсылығын беріп және жақсылығын артығымен берген, валлази а'тана фа аджзал, бұл да сол мағынада келеді, бергенде артығымен берген. Альхамдулиллахи, сондай Аллаға мақтаулар болсын. Альхамдулиллахи аля кулли хал, барлық жағдайда Аллаға мақтаулар болсын. Аллахумма рабба кулли шейин ва малика, ва барлық нәрсенің иесі, раббысы, ва илаха кулли шей, барлық нәрсенің құдайы, аузу бика минан нар, сенен тозақтан пана тілеймін деді. Яғни мені тозақтан, тозақ отынан сақта дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатарда осы дұғаны айтатын болған. Келесі дұға: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Бұл хадисті имам Термизи Абу Саид аль-Худриден, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Ман қала хина яуи иля фирашихи, кімде-кім төсегіне ұйықтау үшін жатса, сол кезде астағфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илейхи саласа маррат, үш мәрте астағфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илейхи деп айтса деді. Яғни астағфируллах, Алладан жарылқау тілеймін, кешірім тілеймін. Аллази, ол сондай Алла, енді орысшасында который деп келеді. Аллази, яғни ол сондай. Ла илаха иллаху, одан басқа ешқандай құдай жоқ, құлшылыққа лайық. Аль-хайюл қайюм, ол тірі, барлық нәрсенің бар болуы, өмір сүруі Аллаға байланысты. Ва атубу илейхи, және сол Аллаға тәубе етемін. Осы сөзді кім үш рет айтса ұйқыдан алдын, ғафараллаху та'ала лаху зунубаху ва ин канат мисла забадил бахр, теңіздің көбігіндей болса да Алла тағала оның күнәлерін кешіреді. Ва ин канат ададан нужум, жұлдыздардың санындай болса да. Ва ин канат адада рамлин алиж, және шөл даладағы, сахарадағы құмның санындай болса да деді. Құмның санындай болса да. Енді мына жерде анықтамасында тағы бір сөз кепті. Бағанағы алиж деген маудиун бишам, Шамдағы бір жер депті. Рамлуху кәсир, оның топырағы, құмы өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерді мысалға келтіріп жатыр дейді. Яғни сол жердің құмындай болса да. Ва ин канат адада айями дуния, осы дүние жалпы Алла жаратқаннан бері қияметке дейін, жоқ болғанға дейін қанша күннен тұрады, сондай сандағы күнәлар болса да Алла тағала кешіреді дейді. Сондағысы сіздің айтатыныңыз астағфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илейхи, үш мәрте. Астағфируллах, Алла тағала сенен кешірім тілеймін. Аллази ла илаха илля ху, одан басқа ешқандай құдай жоқ. Ал хайюл қайюм, ол тірі және барлық нәрсенің тірі болуы оған байланысты. Ва атубу илейхи, және оған тәубе еттім. Осыны үш рет айтса, Алла тағала қазір айтылған жақсылықтарды оған береді. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткен дұға:
وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال. إمام أبو داود және басқалар сахих иснадпен Әсләм деген тайпадан болған пайғамбарымыздың сахабасынан жеткізген. Ол кісі айтады: "Қал, кунту жалисан инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам." Бір күні пайғамбарымыздың жанында отыр едім. Фажаа ражулун мин асхабихи фақал. Пайғамбарымыздың сахабаларының бірі келіп айтты: "Я Расулаллах, лудигту лейла." Ва Алланың елшісі, түнде шағылдым, яғни мені бір жәндік шақты. Фалам анам хатта асбахту. Таң атқанға дейін көз жұма алмадым, ұйықтай алмадым, ауырды, батты дейді. Қала маза? Қала ақыраб. Не шақты деген кезде әлгі құрт шақты деп айтқан. Қал, немесе ақыраб деген бағанағы қысқышқа да айтылады. Қысқыш бақа дейміз бе, соған да айтылады. Қала, сонда пайғамбарымыз айтты: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله تعالى. Сен ұйқыға кетерден алдын немесе кешке күн батқан кезде أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, Алла тағала жаратқан нәрселердің жамандығынан Алла тағала өзіңнен пана тілеймін, мені кешір, мені сақта деп айтса, қорға десе, егер сен сөйтіп айтқанда дейді, ләм тадуррака иншааллаху тағала, саған ол нәрселер зиян жеткізбес еді дейді. Демек, мынау дұғаларды айтып себебін жасап жүрсек, Алла тағала бізді түрлі жамандықтардан қорғайды. ورويناه أيضا في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. Және осы хадис Абу Даудта және басқаларда Абу Хурайрадан да келген. Сахаба Абу Хурайрадан да жеткен. وقد تقدم روايتنا له عن صحيح مسلم في باب ما يقال عند الصباح والمساء. Бұл хадис таңда және кешке не айтылады деген тақырыпта өткен дейді. Біз Муслимде келген риуаятты сол жерде айтқанбыз дейді. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткен дұға: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ. Анас радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйықтамақшы болған адамға أن يقرأ سورة الحشر, Хашр сүресін оқуды өсиет ететін. Вақал, және айтатын: ин митта шахидан, өлсең шахид болып өлесің деген. Ау қала мин ахлил жанна, тағы бір риуаятта жәннат иелерінен боласың деп айтқан. Демек, жатардан алдын Хашр сүресін оқысаңыз, оның сауабы мол, Алла тағала сізге осындай жақсылықтарды береді. Келесі дұға: ورويناه في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. Бұл хадисті имам Муслим Умардың баласы Абдулладан жеткізген. Ол кісі айтады, Алла рахмына бөлесін: أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أنت خلقتني نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم أسألك العافية. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрететін болған: Алла тағала, сен менің жанымды жараттың, мені жараттың, және сен жанымды аласың. Менің жанымның тағдыры, яғни өлімім де, өмірім де барлығы сенің қолыңда, сенің билігіңде. Егер ертең таң атып тағы да өмір сүретін болсам, егер мені тірілтсең, фахфазха, онда жанымды сақта, яғни жамандықтан сақта. Ва ин аматтаха фагфир лаха, егер осы түнде жанымды алатын болсаң, онда оны кешір. Аллахумма ас'алука ал-афия, Алла тағала сенен жақсылығыңды сұраймын. Қала ибн Умар радиаллаху анху айтады: Сами'туху мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям,
Бұл сөзді мен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан естідім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай дұғаларды жатарда айтып жатқан және бізге үйретіп кеткен. Бұдан да басқа тағы бірнеше дұғалар бар екен. Оны Алла насіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала бәрімізге пайдалы білім насіп етсін, алып жатқан білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.